Морозильниктен жаңа шыққан, міне қатып тұрған етті тез ерітудің ең оңай қарапайым әдісі кәдімгі су құямыз, мұздай су. Енді осы ыдысқа суға тұз саламыз. 1-2 қасық салсаңыз жеткілікті. 10-15 минут тұрса, ет жұмсақ болып еріп шыға келеді. Етті ерітудің екінші тәсілі кәдімгі микроволновка, пакеттен шығармайсыздар, міне саласыздар. Одан кейін мынандай функция бар, міне ускоренная разморозка деген, осыны басасыздар. Бізге керегі бірді таңдадық. Мясо, ет, балық болса балық 3-ті таңдайсыздар, осылай басып. Одан кейін граммын таңдайсыздар. Менің етім үлкенде, сондықтан 4-ке бастым, 4 рет. Енді стартты бассаңыздар, уақыты біткенде еттеріңіз